Солтүстік Қазақстан облысы есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткі заттарын тарату әрекеттері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы бойынша есірткі заттарын заңсыз өткізу сараланатыны туралы ескертеді. Бас бостандығынан айыру мерзімі 10 жылдан 20 жылға дейін. Есірткілерді заңсыз жарнамалау мен насихаттау заңды түрде жазаланады. Бас бостандығынан айыру мерзімі 3 жылдан 6 жылға дейін. Есірткі сату тізбегіне орта есеппен алғанда 18 жастан 25 жасқа дейінгі бейсаналық жастар тартылады. Әр 14 жасқа толмаған жас есірткі сатушылар да бар. Есірткі заттарының заңсыз айналымы туралы хабарлауларыңызды сұраймыз. Адам тағдырына балта шабатын, әрі жастардың өмірін қиятын бұл синтетикалық эпидемияны қоғаммен атсалысып жеңе аламыз.